Баршаңызға қайырлы күн. Жылдың қай мезгілі болса да гемоглобиніміздің төмендеп кетпеуі үшін дәрінің көмегінсіз табиғи жолмен көтеру үшін сіздерге осы салаттың рецептісін ұсынамын. Бұл салаттың құрамы витаминге толы және салат өте дәмді. Бұл салаттың пайдасын, жасалу жолын барлығымыз білеміз. Бірақ білсек те күнделікті асымызға қосып отыруды ұмытамыз. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, міндетті түрде жасап балаларыңызға ұсыныңыз. Салатты дайындау үшін бізге алма, қайнатылған қызылша, мейіз, жаңғақ және жүгері қажет болады. Алма мен қызылшаны ұсақтап төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Егер мейізіңіз үлкен болса, 2-3 бөлікке бөліп қоссаңыз болады. Жаңғақты осылай қолымызбен ұсақ бөліктерге бөліп саламыз. Үстіне 3-4 ас қасық жүгері қосамыз. Осымен салатымызды дайындап болдық. Енді осыны араластыру үшін қаймақ немесе майонез қосамыз. Өзіңізге қажетті мөлшерде қоссаңыз болады. Мен 2 ас қасық майонез қостым. Осымен салатымыз дайын болды. Ерінбей міндетті түрде жасаңыз. Ас болсын.